Башқа біреу арқылы істеп қояды. Алдында Жәйрем деген мешітті айттық. Дінге түк қатысы жоқ адамдар салған ғой. Бірақ 840 миллион кеткен де салмауға. Ана Мүрсәлі имам айтып береді. Келді, біз Казцинк деген компаниямыз не істей аламыз? Мен осы мешітті ремонт жасап берші деп айттым дейді. Сосын барып ойландым дейді. Мен мынау Казцинк қой келіп тұрған. Мен деген кішкентай бір ремонт деймін да, мені әктеп берші дегендей. Келесің кезде давай мешіт салайық деп айттым дейді. Біз бұны начальствомен бір ақылдасайық деп айтты. Бір айналып кетті. Болды саламыз деп айтты деді ол. Бір мезет 820 миллионға ала алды да Жәйремнің халқына мешіт тұрғызып бере салды. Бірақ бәлкім сіз негізі соған бір себепкер болуыңыз мүмкін еді негізі. Сіз сол кірпішті тұрғызып, сіз соған сауап лайықты болып мүмкін еді. Бірақ оны да істемесек не істейді? Ал енді соған жәрдемдесіп отыр мына корпорация кішігірім ақшасын төлеп береді. Болды да, оған сен кішкене бар садақа қосам десең де қоса аласың ба, қоса алмайсың ба? Сондай сұрақтар туындап отыр. Ертең Алла қаласа 50 жылда ел жаңа дейді. Мынау мешіт, біздің Қазақстанымызда мешіттер көркейіп, олар кейін мұқтажсыз болып қалған кезде, бауырлар, сіздің ешқандай жерге ақшаңыз сыймай кетеді. Бірақ